Сіздер каналыма қош келіпсіздер. Каналымда көп келетін сұрақтардың бірі және бірегейі құмыраның көлемін тамырына сай қалай таңдаймын. Міне, мынау бізде құмыра 2,5 литрлік, 2,7 литрлік, мынау бізде эпипримнің гүлі. Осыншалықты тамыры өте шикарный. Енді осыны осылай саласыз. Мына екі елі саусағыңызды бұлай құмыраға тақайсыз, міне, жиегіне. Сол кезде қолыңызбен құмыраның арасында арақашықтық қалмаса, яғни тиіп тұрса біріне, бұл кезде тамырға сай таңдалған құмыра дейміз. Екінші келетін сұрақ, құмыраны қандай качествода таңдаймын, яғни сапасы қандай болады. Сапасын айтар едім, тура осындай екілік келетін құмыралар таңдаңыздар, себебі бұл өте көп қызмет атқарады. Біріншіден астынан суаруға, екіншіден тамырының астына тартылып әдемі өсуіне. Неге десеңіздер, ашып көрсетемін. Мынау мысалы жаңа құмыра. Міне, астында осыншалықты тесіктер міндетті түрде болу керек. Заводской тесік жоқ болса, қолыңыздан тесесіз. Бұл бір. Екіншіден, осындай аяқтары болғаны дұрыс. Өйткені екілік келетін құмыра осылай келген кезде аяқтарынан ешқандай артық суды, былай айтқанда су келіп құйдыңыз, мына артық су тұрмайды, тесіктерден өтіп кетеді. Екіншіден, тұрған күннің өзінде мына ножка мына жаққа келіп тұнған суды қайтадан ішіп алуына көмек бермейді, сосын ылғалдылықты шылқылдатып ұстап тұрмайды. Яғни мынау шіруден қорғайтын аяқтар. Осындай құмыраның кез келген түсінен, кез келген фирмасынан ала берсеңіздер болады, осындай екілік келетін құмыра. Келесі сұрақ бізде тамырының көлемі болды. Жаңа айттым, екі саусақты осылай қойып, өлшеп, тамырына лайықты құмыраға отырғыза бересіздер. Үшіншіден, гүліңіз ары қарай жылдамдықпен өсу үшін міндетті түрде минералды топырақ керек. Жоқ дегенде витаминный, качественный, құнарлы топырақ жасай алмасаңыз, 2-3 компонентті минералды міндетті түрде топыраққа қосамыз. Енді сондай сұрақтар келіп жатады, құмыраға байланысты, соған мен толықтай жауап бердім деген ойдамын. Сосын әр гүл суды қаншалықты құям деудің қажеті жоқ. Ешқандай эксперттен ондай сұрақ сұрамаңыздар. Неге? Ондай жалпылама сұрақ сұрайтын болсаңыздар, оған дұрыс жауап болмайды ешқашан. Өйткені эпипримнің гүлі суды жақсы ішеді. Сансеверия гүлі суды онша ішпейді. Доллар гүлі де суды қанып ішсе болды, жиі ішпейді деген сияқты әрбір гүлдің өзінің тамырына сай су ішу деңгейі бар. Сондықтан суару режимін өзіңіздің үйіңіздің ылғалдылық деңгейіне, жарықтың түсуіне, құрғақтылыққа және де өзіңіздің жасап жатқан условияңызға қарап, түйсігіңізге сүйеніп суарасыз болды. Сол, енді основной қосылатын топыраққа минералдар бізде перлит. Міне, перлит міндетті түрде болу керек, және кез келген гүлге осындай средний және мелкий фракциядағы ағаш қабығын қоса берсеңіздер болады, өйткені бұл гүлге дополнительно қышқылдық деңгейін береді. Және де зиянкестерден қорғап, дополнительно суды өзіне жұтып тұратын циолит не диатомит десеңіздер болады. Осы үш дүние және қосымша зиянкестен қорғайтын активированный не древесный угольді ұнтап, осыған қосып жіберсеңіздер болады. Болды полноценный 6 ай мен 8 ай аралығына гүлдерге жеткілікті деңгейде минерал топырағына жетіп тұратындай топырақпен жағдай жасалды деген сөз. Бар айтар ақпаратым осы. Келесі видеода кездескенше қош сау саламатта болыңыздар.